сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен тілшілеріңіз Жеңіс Мұрат Айы. Бүгінгі репортажымыз ауылым алтын бесігім, ауылымыздың әсем жерлерінің бірі Ақбұлағымызға арналады. Бұлақ табиғаттың таза сыйы, тіршіліктің бастауы. Бұлақтың суы шөліркеген жанға ем, табиғатқа нәр. Ақбұлағымызға келетіндердің саны жылдан жылға артып келуде. Оның бірден-бір себебі бұлақ суының емдік қасиеті. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, ауылымыздың мақтанышы Ақбұлағымыз туралы аңыздар өте көп. Ақсақалдардың айтуы бойынша, Ақбұлақтың тарихы сонау азамат соғысы кезеңінен бастау алады. Қиын кезде өз балаларын құтқарғысы келген аналар балаларын тасқа айналдырған. Ал қазіргі таңда бұлақтың айналасындағы тастар сол кезде тасқа айналған, балалар болса, одан ағып жатқан су аналардың көз жасы дейді. Ақбұлағымыздың шығу тарихымен танысу мақсатында ауылымыздың тұрғыны ардагер ұстазымыз Күланда Ұлданқызынан сұхбат алған болатынбыз. Ендеше бірге тыңдайық. Бұл бұлақ тап осы арадан басталмайды. Бұл бұлақ деген солтүстік батысқа қарай әріректен ертеде байлар ма бір-біріне суды қызғанған, әлде ақтар мен қызылдар өтті осы жерден, солар ма артында су қалдырмау үшін мына бұлақтың көзін бітеген. Жылқының терісін киізді қапшық етіп, құмға толтырып, қатты бұлақтың көзін бітеп кеткенде. Бірақ енді табиғаттың ілкілдеген суы енді қайда кетерін білмей жан-жаққа тарап көз тауып алған кезде осы біздің ауылдың жанынан үлкен көзі осы арадан ашылған. Енді бір сол тарихқа байланысты сол уақыттағы осы арадан басталған ең сұлу жерін, әдемі жерін жырлайтын ақындар ғой. Мерей ауылы бұрынғы Крупский, Мерей ауылы сияқты сол кезде Шәке Қайырғалиев деген ақын болды. Сол кезде соқпай кетсем әр өтіп бер өткенде, ақтау бұлақ айналдым, кешір мені деп жазып кеткен. Сол осы ауылда өскен балалардың барлығы да қазіргі үлкен адамдар ауылға келгенде басына соқпай кетпейді. Осы орайда ауылымыздың азаматы Казиев Диас ағамыздың бастауымен ауылымызда бұлақ суы кәсіпорны ашылған болатын. Кәсіпорынның негізгі мақсаты бұлақ судың емдік қасиетін қазақ елі мен шет елдерге дәріптеу. Олай болса, кәсіпорынның жұмысымен бірге танысайық. Сәлеметсіз бе, Жұмагерей ағай? Бүгін біз сізде қонақтамыз. Осы зауыттың жұмыс барысы туралы қысқаша айта кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Ал біздің бұлақ су зауытына қош келіпсіздер кәсіпорынға. Бұл кәсіпорын құрылған тек бір жыл болды жұмыс істеп жатқанымызға. 24-тің наурыз айынан бастап су шығара бастадық. Осында біздер шыны құтымен су шығарамыз. Сұраныс жақсы. Аулада өзіміздің ұңғымамыз бар. Содан насос арқылы су жиналады. Онда осыны істеді. Бұл су тазартатын құрылғы. Онда бізде тазартқанда активдің угілмен, мұнда кварц өтпесоқпен, мұнда фильтрлерден 5 жерден тазартып шығады. Су өте таза. Таза сулар мұнда құйылады. Бұл біздің негізгі аппаратымыз. Осы насос бәрі осыдан қосылған. Толтырған шыналар ана құрылғыдан кеуіп шыққаннан кейін осында келіп, осында этикеткасын жабыстырамыз. 105 градус ыстықта осына жібереміз, осына упаковка жиналып шығады. Ал осы біздің зауыттың өнімдері сұранысқа ие. Астана жүріп жатырмыз, Атырауға, Ақсайға, Оралға кетіп жатыр. Осымен жұмыс барысымен таныстырдым енді. Келгендеріңе рахмет, қош келдіңдер. Ақбұлағымыздың суы бітпесін, ауылымыз көркейе берсін.